Баршаңызға сәлем, сіздермен Гүлсая. Бүгін сіздерге ұлттық тағам наурыз көженің өзім жасайтын рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, үйіңізге келген қонақтарыңызға өте керемет ұнайды. Ерекше дәмді болып шығады. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Ең алдымен салқын суымызға етімізді саламыз. Менде жылқының еті және кішкене қазы бар. Сіз сиырдың етін қолдансаңыз да болады. Қақпағын жауып, қайнағанша күтеміз. Етіміз қайнағаннан кейін осындай бетіндегі көбігін міндетті түрде толықтай барлығын алып тастайсыздар. Сонан соң шамамен 3 сағатқа бетін жауып, шай отта қайнататын боламыз. Етіміз қайнап жатқан кезде осы наурыз көжемізге қосатын дәнді дақылдарды жуып тазалап қоямыз. Мен күріш пен тарыны қостым. Егер сізге перловка болса, перловка қосуыңызға болады. Менде осындай сүзбелі құрт бар. Қазір осыны қосатын боламыз. Енді дәнді дақылдарымыздың үстіне суымызды құйып, жақсылап 2-3 қайтара толықтай тазалап алатын боламыз. Наурыз көжені дайындаған кезде міндетті түрде жеті дәмнен кем болмауы қажет. Осы кезде біз құрт сүзбеміздің үстіне, яғни қайнап жатқан сорпамыздың үстіне сорпаны алып, кішкене алып, осылай видеодағыдай езіп алатын боламыз. Мінекей мен барлығын алдын ала дайындап алдым. Енді айранымызды ыдысымызға құйып қоямыз. Менде дүкеннің айраны. Менде шамамен 3 сағат өткеннен кейін етім толықтай пісті. Барлығын осылай басқа ыдысқа түсіріп алып, сорпамызды міндетті түрде сүзгішпен сүзіп аламыз. Бір қайнағаннан кейін жаңағы дайындаған күрішімізді салып, сонан кейін тарымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. 15 минуттай қайнатамыз. Сонан соң үстіне туралған етімізді саламыз. Егер сіздің етіңіз жылқының еті болса, бұл наурыз көжеңіз міндетті түрде керемет болып шығады. Сонан кейін үстіне алдын ала дайындап қойылған сүзбелі құртымызды және де айранымызды құямыз. Айранымыз менде айтқанымдай дүкеннің айраны, жақсылап толықтай осылай видеодағыдай араластырып аласыздар. Ең соңында дәміне қарай тұз қосамыз. Себебі сізде сүзбелі құрт ащы болғандықтан наурыз көжеңіз ащы болып кетуі мүмкін. Сондықтан соңында қосасыз. Мінекей біздің наурыз көжеміз дайын болды. Өте керемет, иісі де керемет болып шықты. Негізі наурыз көжені әр үйде әрқалай дайындайды. Мейіз, өрік қоссаңыздар да болады, бірақ маған осы рецепт өте қатты ұнайды. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен болған Гүлсая.